Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат, сіздермен бірге мен Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта танымал әнші Серікбол Сайлаубек. Серікбол, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Қазір сіз хит ән айтатын әншілердің қатарындасыз. Осы ой жеңге деген сіздің бағыңызды ашқан әнге дейін сізді қазақ жұрты YouTube деген жақсы бір сайттан таныды. Қайрат Нұртас екеуіңіз бір видеоға түстіңіздер, ол жерде бір пышақ болды, бір ол видеоның қалжың екенін мен түсіндім, көзім ашық көрермен ретінде. Бірақ халық сізді дұрыс қабылдамады. Ол видео қай кезде түсірілді, қалай түсірілді, YouTube сайтына салған кім? Енді бұл жағдай осыдан 9-10 жыл бұрынғы видео. Ол кезде біз студентпіз, жаспыз, кішкене енді жастықпен қан қызу деген сияқты көп жаңағы ойлай бермейсің, әйтеуір сондай жастық шағымыз, бірақ енді пенде болғаннан кейін сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Енді өмірдегі бір ақауларымыз шығар Қайрат екеуміздің, бірақ ода тұрған ештеңке жоқ. Жас кезде әр адам болғаннан кейін енді бір жерде жаңағы сондай бір жасап қойдық. Бірақ енді мүмкін Алла тағаланың қалауымен шығар, не болса да. Қазіргі кезде ол видео жақсы пиар, негізінде. Соның жақсы пиар ертең күні сіздің танымал болуыңызға алғашқы қадамыңыз деп ойламадыңыз ба сол кезде? Жоқ, енді ол кезде ойланатын ештеңке болмады, өйткені жаспыз. Әлі өмірді дұрыс көрген жоқпыз, білген жоқпыз, әйтеуір қызыл жасыл көкке қызығып жүрген кезіміз. Ол ауылда болған оқиға. Бірақ түсіргенмен оны ғаламторға салған мен емес. Өз жерде өйткені өзімде бармын, өзім салмаймын ғой мен, былай ойланып қарасаңыз. Бірақ әйтеуір солай болып қалды енді. Енді артқа шегіну жол жоқ, енді болар іс болды. Ол ұялы телефон мен білуімше ұрланып кеткен дейді, жоғалып кеткен. Енді 10 жылда қанша телефон ауыстырамыз? Мысалы, қазіргі таңда мысалы телефоныңызда қандай видео, қандай суреттер бар екенінде мысалы нақты біле алмаймыз, өйткені көп, память көп, дұрыс қой. Ол кездер енді студент кезімізде көп телефон ауыстыратынбыз. Ол кезде жаңағы енді ойын сауық автоматтар жаңағы қалада қатты бір несі болды ғой, бір хит кездері болды ғой, аппараттың жаңағы. Сол кезде жаңағы аппаратқа саз жібердік, бәленбай телефоны жасыратын қажеті жоқ оны. Талайын жоғалтып алдық, талайын ақша керек болды, жаңағы өткізіп жібереміз жаңағы. Енді ақша керек, студентпіз ғой, қыдыру керек, жүру керек, көру керек. Құмар ойындарды ойнадыңыз ба? Жоқ, ойнағанда енді қатты бір аса ойнаған жоқпыз, әйтеуір бір балалық қызықшылықпен әйтеуір. Абылай қатты бір дүние салып, онда ештеңке болмады. Серікбол, қазіргі таңда әйгілісі бар, жадынадан шыққан әншілер бар, бір клип түсіруге жағдайлары жоқ. Мен білуімше ай сайын жаңа бейнебаян түсіріп жатырсыз. Оны эфирден көрсетудің өзі тегін ешкім көрсетпейтін, оны барлығы біледі. Қымбат, эфирден өз бейнебаянды көрсету. Сізді қолдап жүрген жігіттер, ел ағалар кімдер олар? Енді әйтеуір достарым бар, бауырларым бар деген сияқты. Бәрін айтуына қажет жоқ. Ең бастысы бұл жерде өнер болып тұр. Егерде өнерің 100% сенімді болса, оған неге қаражат салмасқа? Өйткені қазір мысалы мына енді расында да мысалы кезінде әртүрлі ән айттық, әртүрлі жанрда, әртүрлі бағытта, бірақ одан нәтиже шықпады. Сондықтан да мен енді қазіргі осындай жанр алдым. Кішкене ер дауысты, кішкене бір ер азаматтың бір бойындағы бір характері қасиеттер көрсете білетін. Өйткені қазір кішкене мына эстрадамызда кішкене майдаланып кетті бәрі. Қайсы еркек, қайсы қыз екенін түсінбей қалдық.
Сондықтан да кішкене осындай бір жаңағы бақытты ұстанып, қазір Құдайға, Алла тағалаға сансыз шүкір, қазір осы бақытымыз жақсы, жемісті болып келе жатырмыз. Бірақ қазақта керемет сөз бар ғой, тағыма таласқанмен бағыма ешкім таласа алмайды. Әйтеуір әр адамның өзінің бір дәуірі болады, асып тасатын бір кезеңі болады, жолы болады. Сол кезде ғана енді, бірақ сол жаңағы бақ келген кезде, дәуірін кеп тұрғанда оны дұрыс жағынан қолдану керек. Енді көріп отырмыз ғой, өмір өзі сабақ. Біз енді сатылмайтын, сатпайтын, жаман жерді баспайтын, жаман нәрсе айтпайтын азаматтардың қатарына кіретін болғаннан кейін бізде ондай ештеңке жоқ. Бағана сіз айтып кеттіңіз, Қайрат жайлы. Енді кейбіреу айтады, мысалы Қайраттан да көп сұхбат естіп жатырмын, жаңағы телевизордан, журналдардан. Ол менің досым емес дейді, бывший досым дейді, экс-дос дейді. Енді ол жағын түсінбеймін ғой. Бірақ Қайратқа ораламыз қазір. Сіздің демеушілеріңіз туралы алып қашпа, шоу-бизнестегі алып қашпа әңгімелерді сізге тізіп айтайын. Оның бірі, сіздің продюсеріңіз сізді қолдап жүрген ел ағасы бандиттердің атаманы дейді. Әртістер айтады, осы Серікбол келе жатқан кезде айналып өтуге тырысамыз, қорқамыз дейді сізді. Енді қаншалықты рас бұл әңгімелер. Енді сізге қарасам, мен біреуді қорқытып үркітетін жігітке ұқсамайсыз. Жоқ, бізде ондай ештеңке жоқ. Ол бәрі бос әңгіме, болмайтын сөз. Егер де адам бойында өз жаман қасиеті болып, өзі таза болмаса, ол әрине қорқады. Сен кезде, егер де мысалы ер азаматсың ғой, мысалы бойың таза болып, ойың таза болса, сен не үшін қорқасың? Бір Алла тағаладан ғана қорқуымыз абзал. Адам баласынан қорқпайды. Бірақ бұл жерде ондай ештеңке, бұндай әңгіме жоқ. Бірақ әр адамның өзінің ой қабілеті өзіне ғой. Біз жақта ондай бандит деген ондай әңгіме жоқ, бұл бос сөз. Ғаламторда алып қашпа әңгіме көп айтады. Лепістен қайталап жүр, немесе менсінбейді, сол үшін көзілдірік тағады деп, соны түсіндіріп айтсаңыз, не үшін көзілдірік тағатынызды? Енді бұл жерде бір стиль үшін емес, не үшін емес, әйтеуір денсаулыққа байланысты болғаннан кейін тағып жүрген жайым бар. Бір көзім көрмейді, өмірге келгеннен бері көрмейді көз, сондықтан да кішкене ол көзді нысаналы көз дейді ғой, оны көрсетудің қажеті жоқ. Бірақ екінші көзімде егер де 100% жаңағы зрением дұрыс көрсе, кимесе едім очкиді. Оң көзімде дұрыс көрмейді, сондықтан да енді мына очки, бұл зрениенің очки болғаннан кейін мен шешпей жүрмін күндіз түні. Бірақ көптеген бәрі ойлайды, түнде неге осындай қара очки киіп жүресің дейді да, жаңағы мен айтамын дегенде көзім бұл -4 бұл очки. Бұл жерде арнайы жаңағы оптикаға апарып салдыртқан әйнегі, сондықтан да бұл бір реклама, бір пиар үшін емес, бұл денсаулыққа байланысты болғаннан кейін, бір көзім көрмегеннен кейін мен кішкене ыңғайсызданамын оны көрсетуге, енді дұрыс жағынан түсінетін шығар деп ойлаймын халықты. Сахна болғандықтан әдемілікті, әсемдікті талап еткендіктен тағып жүрсіз, е? Әрине. Соңғы кездері осы орталық сахна бар Алматыда, киелі сахна, концерттерге барып жүрміз. Жас әншісі бар, үлкен әншісі бар. Серікбол Сайлаубек арнайы шақырылатын қонақтардың тізімінде. Бүкіл концертте сіз жүрсіз. Атағы дардай, баяғыдан келе жатқан әртістердің өзін шақырмайды ондай концерттерге. Сіз барлығымен доссыз ба, әлде қалай? Бәрімен араласамыз, бәрімен жақсымыз. Мына қазақта керемет сөз бар. Әлде сіздің хитіңіз үшін шақырып жатыр ма? Ол қалай болды сонда? Мүмкін енді әнім қазіргі таңда өтімді болып жатқаннан кейін шақырып жатқан шығар, бірақ бәрімен араласамыз. Өнердегі ағалар бар, тәтелер бар, бауырларымыз бар, апайлар бар деген сияқты. Бір жерде ондай тұрған ештеңе жоқ, бірақ бәрі көріп тұр ғой, мынау жаңаша бір стиль, жаңаша бір. Егер де мен сахнада билемей шыққанда мүмкін мені шақырмас еді. Өйткені бұл жерде мені концертке шақырғанда Серікбол залды бір көтеріп жіберші дейді жаңағы. Билеп тұрып ән айтамын ғой мен өзім. Сондықтан да енді көбісі енді
Енді сыйлағаннан кейін әйтеуір бір-бірімізге көзқарасымыз түзу болғаннан кейін әйтеуір араласқаннан кейін шақырады да. Биге қатысты сұрақ. Қайрат Нұртас деген жас әншімен билеріңіз кішкене келеді. Ол көп жылдар бері араласқаннан кейін ол сізден көріп алды ма, сіз одан көріп алды ма, онысын енді сіздер ғана білесіз. Жалпы сол биіңіз туралы халық не дейді сізге? Осы қазір ел аралап тегін концерт беріп жүрсіз. Көбісі айтып отыр жаңағы Қайратқа биін ұқсайды екен деп. Мен айтамын, Қайраттың өзінен сұрасаңдаршы, кімнен үйренгенің деп. Мен енді жігіт деген енді біз өсекке деген андай әңгімеге мен өзім жалпы жоқпын, кішкене андай болады ғой өсек әңгімеге. Мен бір-ақ рет айтамын, болды. Оны түсінсе түсінді, түсінбесе өзі біледі. Бұл биді енді кезінде Қайрат екеуміз оқыған кезде, кезінде екеуміз жаңағы кафелерде жұмыс жасайтынбыз, билейтінбіз, білмеген нәрсемен үйрететім Қайратқа. Енді Қайрат бауырым ғой енді. Қанша дегенмен де біз енді достай емес, бауырдай болып кеткен балармыз, азаматпыз. Сондықтан да бізді бір араласасыңдар ма, Қайрат сен мен қалай қарым-қатынас деген сияқты не деді. Мен айтамын да, мен жалпы өзімнің қалай айтсам, менің өзім понятиям қазақшасы қалай? Мен түсінігім бойынша ер азамат деген бұл жерде ер азаматтардың арасында достық деген мәңгілікке ғана қалу керек. Неге сырттан әңгіме айтады? Гүлзира ханым интервью бергенде былай айтады, Қайрат өзі былай айтады. Бір кездесуге шақырып, шайға шақырып айттыңыздар ма? Неге сіздер менімен өштесесіздер? Неге сіздер мен өштесіп отқан ештеңе? Олар неге сізді көре алмайды ма әлде, қызғанады ма? Неге бұндай әңгімелер? Ешкім қазақ халқы киелі халық қой, барлығына тыңдарман жетеді, барлығына той жетеді, барлығына сахна жетеді. Неге осындай күндестік тірліктер болып жатыр олар тарапынан? Енді ол жағын білмеймін. Сіз бағдарламаға дайындалғанда мен интервьюларыңызды оқып шықтым сіздің. Барлық жерде сіз Гүлзира ханымға да, Қайрат Нұртасқа да шан жуытпайсыз. Ол менің бауырым, ол менің әпкем, мен ештеңеге ренжімеймін, мен ешқандай өпкем жоқ деп айтасыз. Неге? Енді әр нәрсенің шегі болады ғой. Бәріміз мұсылман болғаннан кейін бір-біріміздің артымыздан ғайбат әңгіме айтуға болмайды мұсылмандарда. Бірақ мен енді араласатын достарым бәрі намазда айтады ғой, мына басына ақыл берсін, мінезіне сабыр берсін, ең бірінші жүрегіне иман берсін дейді. Енді мұсылман болғаннан кейін сабыр түбі сары алтын дейді. Мен ол кісілермен енді ұрысып, жанжаласып, жаңағы таласып, онда ештеңем жоқ. Мен өйткені ер азамат, мен еркекпін. Мен ондай тайталасатындай, ондай бойымда мақталасатындай менде ондай қасиет жоқ. Қайрат Нұртас пен Гүлзира ханымға қатысты соңғы сұрақ. Қашан көрдіңіз, қарым-қатынас қандай? Соңғы рет. Көрген кезде аман саулығымыз түзу, жақсы. Әйтеуір амандасып, Гүлзира ол енді анамыздай болып кеткен кісі ғой. Енді бұл жерде енді қалай енді мына нәпсі деген бар ғой енді. Қазір енді өнер жолы сондай кішкене пенде болғаннан кейін дүниеге қолап кетеміз, кішкене былай атақ қолап кетеміз, оның бәрі енді бәріміз түсінеміз. Бұл енді жалған өмір болғаннан кейін бұл бәрі осы өмірде қалатын нәрсе ғой. Бірақ түбі енді Гүлзира анамызға тілейтін тек қана бақытты болсын, денсаулығы мықты болсын. Ол кісі енді менің де анамдай болып кеткен кісі, мен ол кісіге ештеңе айта алмаймын да, ол кісінің қолынан шай ішкеннен кейін мен ол кісі мынандай деп айтатындай мен қақым да жоқ. Ол анамдай болып кеткен кісі, сондықтан ол кісіні сыйлаймын. Бірақ енді өмір сағаты уақыт көрсетеді өзі. Серікбол, сіздің әріптестеріңіз бар. Бағдат Самидинова, Айқын Төлепберген, тағысы тағы. Алматының іргесіндегі Қарасай ауданына барып,
өзінің билеттерін сатқызып жүр екен. Білім басқармасы арқылы мұғалімдер сатады екен. Ауылда тозып отырған ағайынға олардың концерті қаншалықты қажет? Соған не дейсіз? Жалпы барып билеттерін сатқызып концерт беріп жатқан артистерге деген ойыңыз қалай? Енді дұрыс па ол? Ештеңке енді айта алмаймын. Ешкімге ақыл кеңес айтқың да келмейді. Қазір ақылыңды айтсаң жаманаты болып қаласың деген сияқты әйтеуір. Білмеймін енді кім қалай жұмыс жасайды. Бұл өнер болғаннан кейін бұл жерде енді әркім әртүрлі бір жолдармен жүреді. Сондықтан да бірақ жалпы енді өзімде қазір 1 мамырдан бастап тегін концерт беріп жүрмін ғой жан-жаққа. Бұл жерде енді бөліп жарудың қажеті жоқ. Ләжі болса қолдан келсе деген ғой енді әншілер қауымын айтып отырғаным. Қолдан келсе елге бір тегін концерт берген дұрыс болар деймді. Бұл өйткені халықта шаршайды. Халықты шаршатуға болмайды. Ол мысалы мына кісілер бар қойып кетсе артынан кейін тағы әншілер келеді жаңағы. Ол енді кейбіреуінің жаңағы жағдайы бар концертке барады, кейбіреуінің жағдайы жоқ. Әркім мысалы өнерді жақсы көреді, өнерді сыйлайды, кеп концерт көргісі келеді. Мысалы мен өзім жас кезімде, кішкентай кезімде ауылда тұрғанда бізге концерт беретін әншілер. Сол кезде мен концертке кіре алмай қалғам. Ақша жоқ. Ақша таппай қалдым. Сол кезде қатты бір жүрегіме қатты бір ыза болды. Сол кезде мен достарыма айтатын, достармен кіре алмай қалдық, енді ақша жоқ, кіргізбей қойды бізді. Сол кезде айтатын, жарайды жігіттер, өскеннен кейін Алла қаласа мен әнші боламын. Мына ел танитындай, бүкіл қазақ ел танитындай әнші боламын. Сол кезде мен бүкіл өзіміздің ауылға ғана емес, бүкіл Қазақстанның ауылына, қаласына тегін концертін берем. Енді Алла тағала мен осы ойымнан бойыма күш қуат берсін, осы ойымды іске асырамын. Және осы ойымнан, осы жұмысымыздан бізді ешкім тоқтата алмайды. Біз елден ақша жинап ондай ештеңкеміз жоқ. Қолдан келгенше көмектесеміз халқымызға, тегін концертімізді береміз, артынан кейін от шашуымен береміз концертімізді. Жай ғана концерт емес, кезінде білесіз ғой енді, жас кезімізде алаңдарға, площадьтарға барғанда бір салюттар атылып, жақсы болды. Сондай кездерді қазір қолданып жүрміз. Салютмен бұл елден мысалы 5-10 теңге жинау емес мақсат. Осы халықтан енді бірақ той тумалақтан жаңағы өзіміздің ставкамызды айтамыз. Қаншаға шақыра алады Серікбол Сайлаубекті? Енді қазір Аллаға шүкір 2000-3000-ға шақырып жатқан жайлар бар. Бұлай арасында бірақ енді жағдайға байланысты кейбіреуінің жағдайы жоқ, сол кезде тегін барып берем. Жаңағы қасыма тағы 4-5 әншімді апарам. Қатып қалған баға жоқ дейсіз ғой? Қатып қалған баға жоқ енді. Отбасыңыз туралы айтып беріңізші, Серікбол. Мен білуімше сіз отбасы бар азаматсыз, шаңырақ көтергенсіз. Қанша бала шағаңыз бар? Аллаға шүкір, қазір 2 балам бар. Үлкенім биыл 1-ші сыныпты бітірді. Қызым жаңағы 0-й класты бітірді. Алла қаласа міне бүгін ертең 3-ші нәрестемізді күтіп отырмыз. Аманшылық болса 3-шімізде келіп қалады, әні-міне дегенше. Сөйтіп 3 балам бар. Жолдасым үйде. Сол балаларға сабақтарын қарап, жаңағы сабаққа апарып алып кетіп жүреді. Жұмыс сол кісінің. Сізге хабарласып, сіздің жанкүйерлеріңіз Гәккуге шақырып, Серікбол, осы Гәккулетейік, сенен жерік болғың келеді, сенен ұрпақ алғың келеді дегенде қыздар бар екен. Осыған қатысты не айтасыз? Енді оған қатысты айтарым. Жолдасыңыз қызғанбай ма? Енді адам болғаннан қызғанады да енді. Бірақ жолдас маған сенеді. Енді жолдасым біледі, мен айтқан сөзімде тұратынымды, екі сөйлемейтінімді.
Жаңағы сіз айтқандай Қыз келіншектерге не деп жауап бересіз? Не деп жауап бергенде ештеңке жауап бермеймін, өйткені зина менен харамға жол жоқ бізде. Ресейде қылмыстық әлемге қатысы бар Бутырка деген азамат бар. Шансон стилінде ән айтатын. Өзі бір емес бірнеше рет түрменің төрінде отырған азамат. Сол кісіні менде бар ақпарат бойынша ел ағалары Алматыға $100,000 төлеп шақырыпты. Сол жабық есік жағдайында болған кешке сізді кім шақырды? Қалай бардыңыз ойға? Бізді де шақырды. Ән салдыңыз сіз? Қонақ ретінде шақырды. Мен бүкіл жерге қонақ ретінде шақырды. Енді ол әр адамның өзінің бір өткен шағы болады. Сондықтан да енді өткен шағы болғаннан кейін енді қазір ол кісі енді сіз айтып отырсыз жаңағы отырған, үйткен, біткен де, бірақ ол жағын енді білмедім. Енді бірақ араласып көргеннен кейін адами тұрғыда қарағанда адамдық бір жақсы бір қасиеті бар бойында, жаман азамат емес. Әйтеуір кезінде, жастық кезінде, жастық шағында мүмкін сондай бір ақаулар болған шығар өмірінде, бірақ араласып көргеннен бізде енді адам танитын жасқа келдік қой. Сондықтан да Серікбол сізге ақ батасын беріпті, әніңізді айтып бердіңіз сіз. Не деп айтты ол кісі сізге? Ол кісімен қазір жақсы қарым қатынастамыз, бірімізге звондап тұрамыз. Қонаққа шақырады, кел бер жаққа деп. Менің студиямды көресің, екеуміз бір ән жазайық деп. Сенің де бір дауысың бір қызық дейді да маған, бір ерекше бір қызық дейді. Соны екеуміз бір әнге салсақ, сол қалай болады екен? Бұл өнер болғаннан кейін бәрін көру керек қой. Бұл жерде ең бастысы жоспар бар ма Бутырка мырзамен дуэт жазу? Енді көреміз қазір, қол бос болса барып айтамыз. Ода тұрған ештеңке жоқ. Ресей деген мына тұрған жер ғой. Серікбол, Лепс қайда? Лепс қазалы сөйлесіп жатыр. Ол сөйлескенде анада видеомды жібердім ол кісіге жаңағы WhatsApp арқылы. Бірақ ол кісінің жаңағы халық қатты күтіп жатыр дуэттеріңізді. Енді қалай айтсам болады, енді біз асыққанымен уақыт асықпайды ғой. Ол мүмкін енді әйтеуір бізде ниетіміз таза. Айтады ғой Алла тағала, ниетіңе қаратай берем, пейіліне қаратай алам дейді ғой. Сондықтан да енді асығыс ештеңке жоқ. Ол айтылған нәрсе ол Алла қаласа іске қосылады. Сондықтан да бірақ бұл жерде уақытқа байланысты ол кісінің жаңа уақыты тығыз болғаннан кейін олардың жұмыс уақыты өте қиын екен. Сондықтан да бірақ жазбайым деген әңгіме ештеңке ондай болған жоқ. Ол кісімен жақсы қарым қатынастамыз. Жаңағы мне интересно деді. Одан ол сол сөзден ақ байқауға болады. Қазір қол босағаннан кейін өзім бір хабарын берем. Сол кезде келерсің, келгеннен кейін жұмыс жасаймыз деген сондай бір әңгіме болды. Серікбол, Қазақстан Республикасының инвестициялар және дамыту министрі кім? Қалай? Қазақстан Республикасының инвестициялар және дамыту министрі. Не жауап беру? Кім аты? Ол азаматтың аты кім министрдің? Білмедім. Білмейсіз. Әсет Исекешев мырза. Оның не қатысы бар бізге? Біз қаншалықты біздің өнер адамдарының біздің қоғамға қажет бір заттарды қаншалықты біледі деген тұрғыда. Ол өнер адамдарын кемсіту деген мақсат емес, есіне салу, қоғамда болып жатқан жағдайларды есіне салу деген мақсат біздікі. Қоғамдық көлікте Алматыда автобус дейміз, қанша тұрады жүріп тұру? Білмеймін, 80 теңге шығар. 80 теңге, дұрыс. Серікбол Сайлаубекті алдау қаншалықты мүмкін? Сізді алдаған адамдар болды ма? Мені алдау үшін бірінші ойлану керек. Ойланып барып жасамаса, ол бірақ тек қана өзім
Достарым алдаса түсінем, бөтен біреу алдаса ондай болмайды. Кімнен және неден қорқасыз? Алла тағаладан ғана қорқам. Алла тағаланың қаһарынан қорқам. Ешкімнен қорқпаймын бұл өмірде. Меншігіңізде қандай мүлік бар? Аллаға шүкір. 2 көлігім бар, 1 пәтерім бар. 2 пәтерім бар, біреу жаңа квартира, біреу жер үй. Қазір Алла қаласа келесі жыл тағы бір үй саламыз. Енді бала-шаға үлкен болғаннан кейін анам бар деген сияқты кішкене. Жас кезде жасап алмасаң, ертең қартайған шақта бойда күш-қуат бар кезде жасап болу керек. Аллаға шүкір жеткілікті бәрі. Мен шаңырақ көтерсем, Серікбол Сайлаубек менің тойыма келеді ме? Сіздің тойыңызға? Иә. Келем ғой. Бірақ ерте айту керексіз. Бір 2 ай бұрын айтып қойсаңыз, мынандай күні той, сол кезде мен балаларға айтам, жұмыс жасап жатқан балаларға, мына күні іштенке жаңағы жоспарламаңдар, осы күні біз осындай керемет азаматтың тойында қонақта боламыз. Ой жеңге әнін тыңдап, ой жеңгеге билегісі келетін халық саны көбе қазір сонда? Көп. Лайым солай болсын, бүгінгі сұхбатқа рахмет сізге. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Сұхбаттың бүгінгі қонағы болған жас әнші, хит әндердің орындаушысы Серікбол Сайлаубек. Сіздермен бірге болған мен Мұхит Сапарбаев, эфирде жүздескенше.